Сіздер AliExpress сайтынан кэшбэк алуға болатынын білетін бе едіңіздер? Білмесеңіздер, мен сіздерге айтып өтейін. AliExpress-тен кэшбэк алу үшін бізге Bukkit деген программа керек. Бұл программаны Play Market-тен скачать етіп аласыздар. Скачать етіп болған соң создать аккаунт деген бас кіреміз. Мына жерге өзіңіздің телефоныңызға барып Gmail-да және өзіңіз жаңа пароль ойлап жазасыздар және продолжить деген кнопканы басамыз, достар. Мінекей өзіміздің Gmail-ымызды және паролімізді енгізгеннен кейін бізді дәл осы программаға кіргізеді. Бұл программадан сіздер тікелей сауда жасай алмайсыздар қазір. Себебі біз өзіміздің аккаунтымызда подтвердить жасауымыз керек. Активация жасағаннан кейін бізге кэшбэк береді AliExpress-тен. Демек, аккаунттың астында тұрған аккаунт бөліміне кіреміз және міне осы жерден өзіміздің үстімізде тұрған профильдерге басамыз. Және профильге басқаннан кейін менде мінекей өзімнің аккаунтымды подтвердить жасағанмын, менде жасыл птичка болып тұр, ал сіздерде бұл жерде қызыл болып тұрады. Сондықтан үстін бассаңыздар, сіздерде өзіңіздің электронды поштаңызға письмо жібердік деп шығады. Және астында хорошо деген жазумен, хорошо деген кнопканы басасыздар және өз телефондарыңыздың Gmail-на кіресіздер. Gmail-ға кіргеннен кейін сіздерге мындай Bukkit деген программадан сообщение келеді. Сол сообщениеге кіресіздер. Кіргеннен кейін бұл жерде тек бір ғана кнопканы басасыздар. Міне тұр активировать деген кнопканы басқаннан кейін бізді тікелей программаға лақтырады, достар. Программаның ішіне кіріп, өздеріңіз қалаған нәрселеріңізді заказ берсеңіздер болады. Әлбетте мен оған келесі видеоға арнайы видео түсірем, қалай заказ беру керек және қалай кэшбэкті шығарып алу керек. Және сіздер өздеріңіз кэшбэкті қанша сомада, мысалы үшін сіз товар заказ бермекші болсаңыз, қанша сомасын сіз қайтарып ала аласыз, сол туралы, солның барлығын сол келесі видеода айтып өтетін боламын, достар. Сол үшін каналға лайк, подписаться басып кетуді ұмытпаңыздар, келесі видеоны жіберіп алмау үшін, достар.